Баршаңызға ассалаумағалейкум. Достар, бүгін пайғамбарымыздың, Алланың оған игілігі мен сәлемі болсын, мына хадисіне тоқталып өтейік. Өте керемет хадис. Хадисті Ибн Масуд радиаллаху анху жеткізеді. Кісі былай дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бізге мына хадисті айтып берген еді. Ла хасада илля фи итнатайни. Мына екі түрлі адамға ғана қызығып қарауға болады. Ражулун атахуллаху малан фасаллатаху аля халакатихи фил хақ. Алла тағала мол байлық, мол дүние беріп, сол дүниені хақ жолында сарп еткізген адам дейді. Осы хадиске ұқсас риуаятты бізге Абдулла ибн Омар да жеткізеді. Ол кісі жеткізген хадисте ла хасада илля аля итнатайни. Екі түрлі адамға қызығып қарауға болады. Ражулун атахуллаху малан фахуа юнфиқу минху ана ал-лейли ва ана ан-нахар. Алла тағала мол дүние, мол байлық берген адам. Және ол адам әлгі байлықтан күндіз түні ізгілік жолында, жақсылық жолында, адамзаттың игілігі жолында жұмсай білетін адам деген. Екіншісі ва ражулун атахуллахул хикмата фахуа яқди биха ва юаллимуха. Алла тағала хикмет дарытқан адам. Енді бұл жерде әл-хикма сөзін ғалымдар әл-илмун нафи, пайдалы білім деп түсіндірген. Яғни Алла тағала пайдалы білім беріп, хикмет дарытқан, даналық дарытқан адам. Және де ол сол өзіне берілген білім арқылы, даналық арқылы, хикмет арқылы адамдар арасында туындаған қандай да бір мәселені шешіп отырған адам. Және де мұнымен қоймай ва юаллимуха, және де сол хикметті, сол білімді, сол даналықты өзгелерге үйреткен адам. Енді ғалымдарымыз бұл хадисті түсіндіру барысында былай дейді. Бұл хадис бізді дүниені адал жолмен тауып, адал жолға жұмсауға ынталандыруда. Өйткені шариғаттың мұсылман адамнан мұрат еткен нәрсесі адалынан мал тауып, оны адал жолға жұмсау, яғни харамға жоламау. Сол себепті мұсылман адам бұған өте мұқият болған жөн. Бұл хадис әрбір мұсылманды кәсіппен айналысуға ынталандыруда дейді. Өйткені кәсіпсіз дүние жоқ. Екіншіден, бұл хадис бізді білім алуға, ғылым іздеуге, және де оны өзгелерге үйретуге ынталандыруда дейді. Яғни имам Хаттаби осы хадисті түсіндіру барысында былай дейді. Бұл хадистен біз көретініміз білімнің артықшылығын дейді бірінші кезекте. Екінші кезекте сол білімді ізденудің, сол білімді үйренудің, және де сол білімді талаптанудың артықшылығын көреміз. Үшіншіден, сол білімге сай амал етудің артықшылығын, одан кейін сол үйренген білімді өзгелерге үйретудің артықшылығын көреміз бұл хадистен дейді. Енді бұл хадис негізінде қазір мына қоғамда қалыптасып қалған қате стереотиптердің барлығын бұзады және нүктесін қояды. Ол қандай қате түсініктер? Кейбір адамның түсінігінде дін ғылымнан, білімнен шектейді. Дүние табудан шектейді. Кедей болып, қолыңа тәсбihіңді ұстап алып, намазыңды оқып, мешіттен шықпау деп түсінеді. Жоқ, пайғамбарымыз не деп отыр? Мына жерде қызығып қарауға болатын мына екі түрлі адам. Біреуі дүниесі мол, және сол дүниесінен күндіз түні қоғамның ізгілігі үшін, пайдасы үшін, адамдардың игілігі үшін сол дүниесінен жұмсайтын адам. Ол бір жерге барып мектеп салуы мүмкін, ол бір жерге барып мешіт салуы мүмкін, ол бір жерге барып аурухана салуы мүмкін, біреудің мұқтаждығын өтеп беруі мүмкін. Екінші адам білім іздеуші, маман иесі. Бұл жерде барлық білім меңзелген. Яғни қоғамға, адамзатқа қандай пайдалы ілім бар, соның бәрі осы хадистің аясына кіреді. Сол себепті адам баласы жақсы маман болып, білімге ынталанып, талаптанып, сол үйренген білім арқылы амал етіп, қоғамға пайдасын тигізіп, және де оны өзгелерге үйреткен абзал. Міне бұл хадис бізге осындай жақсылықтарды, осындай ізгіліктерді үйретеді және жақсы кәсіппен айналысуға, пайдалы білім үйренуге ынталандырады. Олай болса, осы хадиске амал етейік, достар.